Сәлеметсіңдер ме балалар? Алмасына қош келдіңдер, отыра қойыңдар. Біз сіздермен бүгін бірлесіп өткізгелі отырған ашық сынып тәрбие сағатымызға қош келдіңдер. Сынып сағатымыздың тақырыбы «Мен елімнің патриотымын». Әрине, біз бала кезден барлығымыз бұл сөз бізге таныс, балалар. Патриоттық сезім, патриоттық ой, ол барлық адамның, барлық баланың бойында табылуға тиіс. Өйткені біз сондай керемет біздің отанымыз бар, туған жеріміз бар, керемет Қазақстан деген елдің бір туар азаматымыз. Енді жалпы патриот деген сөзді кішкене ой қозғап алайықшы. Патриот деген сөз нені білдіреді? Патриот деген сөзді қалай ойлайсыңдар, Мәулен? Өз отанын сүйетін адам. Дұрыс айтасың, Мәулен. Бекарыс. Өз отанымызды қорғауымыз керек. Өз тілін құрметтейтін адам. Жарайсың, Ерсат, дұрыс айттың. Ал келесі, Ернұр. Ата-анасын сыйлау, құрметтеу. Өз елімен мақтану. Өзіміздің әнуанымызды ертаңбаңыз құрметтеу керек. Ал балалар, дұрыс айтасыңдар. Әрқайсымыз өзіміздің ойларымызды болжап, қорытындылап алдық. Енді қазір алдарымызда бір көрініс болады. Сол көріністі бағалап, ойларыңды айтуларыңа болады. Дұрыс па, немесе бұрыс па? Ал Айбын, келе ғой. Мысалы, көшеде біз күнделікті барлығымыз саябақта жүруіміз мүмкін, балалар. Немесе жай көшеде келе жатқан кезде осындай балаларды көреміз. Айбынның іс-әрекеті дұрыс па? Ал кім қалай жауап береді осы кезеңде? Ал Мәулен. Достым, осы істеген ісің дұрыс емес қой. Мен өзім білемін ғой. Әрқайсымыз осы қоқысты тастай берсек, экологиямызға не болады? Осы арнайы қоқыс жәшіктері тұр емес пе? Жарайды, мен сізді түсіндім қазір. Енді олай жасамайтын боламын. Түсінгеніңе рахмет. Ал балалар, жаңа Айбын мен Мәуленнің іс-әрекетін көрдіңдер, балалар. Бұл жерде Мәуленнің айтқан ойы дұрыс па, жоқ, Айбынның іс-әрекеті дұрыс па? Әрине Мәуленнің, себебі Мәулен оған ой саларлықтай ой тастады, бірақ оны Айбын дер кезінде түсініп, қателігін кешірім сұрады. Міне, біз әрқайсымыз осылай болу керек, балалар. Яғни, қолымыздағы заттар болсын, қоқыс болсын, арнайы қоқыс жәшігіне тастауымыз керек. Сонда біз өзіміздің кішкентай болса да экологияға тигізетін пайдамыз. Ол біздің патриоттық сезіміміз болу керек, балалар. Енді бір келесі тағы да бір ой салатындай көрініске назар аударайық. Ал балалар, тағы да бір келесі көрініске назар аударайық. Ауыр сөмкесін көтере алмай келе жатқан әжеміз келе жатыр. Енді қараңдар, осындай әжелеріміз алдынан кездескен кезеңде өтіп кететін балалар бар. Дұрыс па Ернұрдың іс-әрекеті? Ал енді бұл кезеңде Ернұр қандай іс-әрекетке көшу керек еді? Шапалақ ұраяқтар біз осы кезде. Міне қандай керемет, мына осылай болу керек. Бұл біздің балалар үлкенді құрметтеуіміз керек. Яғни ол кез келген сен танитын, танымайтын әже болсын, апа болсын, ана болсын, оны біз құрметтеуіміз керек. Ой, мен оны танымаймын, кете берсін деп, жаңа бірінші іс-әрекет дейік, өтіп кетпеуіміз керек. Яғни біз қолымыздан келгенше барынша көмектесуіміз, ол біздің патриоттық сезіміміз, патриоттық ойымыз, балалар. Жақсы ма? Жақсы, балалар. Олай болса, біз екі түрлі ой көрмен жаңағы қарап қорытындыладық. Енді тура осы ойды қорытындылайтын бізде Саттардың бір ойы бар екен, өзі үйден дайындалып келген. Ал қазір бізге Саттар айтып берсін, бәріміз тыңдайық. Мен өз елімнің патриотымын. Себебі туған елімен жерін аспан даналығымен, қайсар батылдығымен қорғап келген киелі тақты ата-баба ұрпағымын. Ал балалар, міне қандай керемет қатыстыңдар, өз ойларыңды айтып жатсыңдар. Енді біз қорытынды сабағымыз ретінде мен қазір сендерге бір шумақ өлеңді оқимын. Сол өлеңнің төңірегінде өздерің ойларыңды суретпен, оймен, нақыл сөздермен, мақал-мәтелдермен қорытуларыңа болады. Яғни алдарында тұрған ақ қағазға ойларыңды жазып, бәріміз тақтаға ілеміз. Жақсы ма, балалар? Ал тақырып былай. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, ал осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар.
неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Яғни туған өлке, туған жер туралы ойларыңды қорытындылаймыз. 5 минут уақыт беремін, ал балалар, өз ойларыңды ортаға салыңдар. Суретпен, оймен, сөзбен, нақыл сөздермен өздерің білесіңдер. Кімге қалай ыңғайлы? Ал балалар, онда аяқтаймыз. Барлығымыз ойларымызды тақтаға ілеміз. Қана? Жан жаққа ілеп қоя беріңдер, О, жақсы. Айғаны білдің ғой, Міне керемет балалар, қандай өз ойларыңды барлықтарын білдіргесіңдер. Осының ішіне мен Мерейді шақырайын, балалар. Мерей өзінің ойын қорытындасын, яғни жалпы барлықтардың ойларының қорытындысы ретінде болсын. Ал Мерей жұмысында алып оқи ғой. Туған өлке бұл біздің ең қымбат жеріміз. Біз туған жерімізді әрдайым қайда болсақ та жадымызда сақтауымыз керек. Ал менің туған жерім бұл 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласы. Ол бүкіл Қазақстан Республикасындағы ең көне қала болып есептеледі. Мен өз туған жеріме мақтанамын. Міне балалар, бүгін біз өзіміздің тәуелсіз еліміздің болашағы, яғни жас ұрпақ екендеріңді дәлелдедіңдер. Сондықтан да халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктер өздеріне аманат. Еліміздің егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілеріміз бар. Біздің ана тіліміз, туымыз, ел таңбамыз, әнұранымыз, ата заңымызды, соларды мұра ретінде сендерге аманат етіп қалдырып, сендер соны патриоттық сезімде, патриоттық ойда, яғни өздерінің міндеттерін ретінде ары қарай келесі ұрпаққа жалғастыру, ол сендердің міндеттерің. Сабағымызды қорытындылай келе, әрбір адам, әрбір азамат өз отанының патриоты болу, Қазақстанды өз жүрегінде ұялату деген сөз. Олай болса, барлығымыз соның дәлелі ретінде ойымызды қорытындылап, тұрып бір ой сергітіп жерсек. Ал Мәулен ортаға шығып, қазір сіздерге көрсетеді. Барлығымыз бірге ой сергітейік, балалар. Терлеген батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Бүгінгі балалармен өткізілген менің елімнің патриотының атты сынып сағатында әрине мынандай қазіргі кезеңде Қазақстанның пандемияға байланысты балалардың үйде онлайн оқып жатқанына бәрімізге аян. Бірақ мен енді сол барлық жаңағы сақтандыру шараларын қолдана отырып, балаларды ашық алаңқайға, яғни осы мен елімнің патриотын деген тақырыпта өз сол бір балалармен бірлесе ойласа отырып, еркін түрде жаңағы олар өз ойларын айта алатындай етіп, сондай бір патриоттық сезімде сезіне алатындай, өздеріне бір ой салатындай
бір сабақ болса деген ой болған болатын. Сондықтан да біз балаларды сондай бір ашық алаңқайда сабағымызды өткізуге жоспарладық.